Biz kayradan Karabaltadabыз. Satыққа қочқорлар бар. Бұл Ландрастың баласы қуып жүрген. Бұл жерде 80-дің баласы. Ең сөктүү қочқор. 80-дің балдарынан, ең ақырқы балдарынан екен. Бұл Ландрастың баласы бұйырса. Мұноғы қозы, мұның баласы. Ким мен сөк ештейім, Ширинаға, Жоғындыға, етке ештейім дегендер болса, бұл қочқорды вариантқа көрсетеміз. Қармаңыз. Барсбеге қармаңыз. Бұл қочқордың біз бүгін сөөгін сөз қылауыз. Еме бұл қочқорды алуда мақсат, негізі ошондай мақсат болады ғой деп ойлаймын да. Қочқордың өңін өзіңіздер көріп тұрасыздар. Бирок мұның пилус жақтары сөөгіден, салмағыдан ең пилус да. Мұнығы қозысы, арық қозы. Ширақтары ұзын, белі түз. Білімсізден уаға келгенде башқача болып тұрған, тұмшықтарын жоғындығы башқача. Бұл атасының өңін алған, бірақ атасындай күрең емес. Құлақтары ұзын, бірақ қочқордың да құлақтары ұзын. Жалбырақтан жайылып тұрады, башы чоң. Мұнығы гарбаноз, стандарт гарбаноз. Жағы да стандарт. Бірақ мұнығы жоғындығыны көріп отасыздар. Машалла. 80 балалар бітір ұшындай болады, башының жоғындықтары. Бұлар тип ұшындай. Анан бұларда ең мықтылығы бұлар белі мондай. Өте қату болады да бұл. Любой тоғы ташқа жүре тұрған қочқор ғой дейм бұл. Қай ерді істесең іштей бере тұрған. 80 тұқымдар ұшында компактный болады. Бүт жағы өзіне құп жарашқан, жоғын сөйікті. Атак апқат груди дейді қой мұна. Көкіректің емелері. Жоғындықтарын көрдіңіздер. Вот это и есть костяк. Мына қочқор. Машалла. Атак қочқор бойынша мұна. Мұнделе құлағы жатады, мұнтып жайылыпчы. Бұл жашы қаншаға толды? Жасында 2 болды, 2,5 болып қалады. 2,5, Бұл дәле ақырқы балдарынан екен, нанда. 80 ең ақырқы балдарынан екен. Атақ қочқордың сөйігін өзіңіздер көрдіңіздер. Бұл параметрі менен сіздерді құпылыңыздар толтырады. 95 пилус қочқор, бирок метрге жетпейді бұл, Шо, примерно ошындай қочқорда. Атақ мұны бұтты, тұяқты, мұны тұяқ қара қойыңыздар. Мұнда тұяқ менен бұл қочқорды сөз қылдық. Еме мұны светла рыжый, өңді қочқор десеңіздер, мұны Ландрастың баласы. Жашы қаншада Ландрастың баласы? Бұлтырқы да, 1 жаштан ашып қалды. 2 тіш бе? 2 тіш бұл, 2 тіш, қотолды 2 тіш. Бұл кімнің құросында туылған өзі? Рамистіке бұл да. То есть бұл да Рамисбекеден туылған бұл да, Бұл да Рамистіке. Ландрасты қой дәлі ғой, тұра? Бұрда жыл қойған, бұлтыр төлі алған, тұра? Бұлтыр төлі алған, Азыр Эмир байкеде, Ландрас. Так, бұл қочқор ұзындығы Ландрасқа оқшаш. Мұна қочы, беліне мұндай ұзындығы. Башы, құйрық құйып қойғанда оқшаш, құйрық, Ландрасқа. Ландрас баяғы 6-7 жаштағы видеосын көрсеңіз, мұндай ұшту, ана мұндай тик құйрық болсы да. Ал 11 жашта любойын күтішіп қалады ғой дейін. Қыш, башы қайқалама, ұзын жақ, құлағы ағып тұрады. Светла рыжий. Мұның параметрі где-то 90, Ченелген емес, 90-ға жетпейткен бұл қочқорч. Атак, мұна қочқорын өзіні. Мұна. Еме параметрді біз сіздерге көрсетеміз. Бұлда не бар? Мұнда ұзындық бар, тазалық бар. Мұнда, мысал үшін, қандай қалсаңыздар болды. Бағы қан қуу үшін бұл қочқорды қолдан соңыздар жақшырақ қой дейм. Анткені қан қууда, қороудың қозуғын ашуда бұл тазалық менен қан бірінші рөлді ойнайды. Бұл жақта айтқанымдай, етке іштейм, жоғындыға, Ширинаға іштейм дегендерге бұл қочқор өте идеал жайға шапта сіздерге. Ширақтар ұзын, белі ұзын, жағы ұзын қочқор. Бұл да сатыққа? Бұл да сатыққа, бұл да сатыққа. Екі қочқор сатыққа. Теги баласы қатар көрсеттік, атак баласы жақты дейінер болсан, өзінше сүйлесіңіздер. Желательно ушу екі қочқор сатықта бүгін. Карабалтада бұлардың дареге. Қочқорлар жейді екен, аз келгенде жеп тұрат еле. Азыр пока видеодағы авалында бұлар өте жақшы денсаулықтарчы.
Бааларын акырынан тактайбыз эми. Фарис байке, бул баасы канча болот муну? Ландрастын баласы. Bunun bağısı 80. 80 миң сом. 80 миң сом şu кочкордун баласы. Мына ишеничтүү королордон кочкор алсаңыздар болот. Муну Фарис байке тактап бере алабы? Рамис байке менден алган деп. Ага, Yo. Ana gördüңүздөр, ата мындайлар бар дейм, баягы ишенбей, сизди тааныбагандар бар, тааныгандар бар, жаңы баштоочулар бар. Акчасына күйбөгөндөрчү, акчасына күйгөндөр да. Мунун баасы 80 миң сом. А булчу муну костяк. 140. Мунун баасы 140 миң. Сүйлөшөбүз. Экөөнү тең ступка бар экен. Эми сүйлөшүп көрөсүздөр. Кочкорду эми көрдүңүздөр. Эми козусунун буту жоон. Экстерьер козуда өтө жакшы сакталган. Могу козудачы. Анткени баштары да тик. Арык болгон үчүн куйругу түшүп турат. Атак бакы баары сүйгөн гарбаноз, баары сүйгөн жаактын параметри кулагы агып турат. Параметр менен ушу козу жооп берет көп нерсеге. Бул мунун баласы. Сас мына 3 кочкор, 2 кочкор сатыкта тургандар Кара Балтадан.